Сәлем баршаларыңызға. Так, жалғастырамыз ойынымызды. Мен екі ладьяны алып тастаймын. Менде бірақ ферзь болады. Ферзь өте мықты. Көреміз енді. Негізі екі ладья ферзден мықты ғой негізі. Бірақ енді бір ферзь бір ұта алмадым. Екі ладьямен қалай болады екен? Ендеше кеттік. Дайынсың Байсұлтан? Так. Енді басқаша ойнайық. Ашық позицияға бармау керек. Закрытый позиция ойнауға тырысамыз. Өйткені екі ладья бізге жетіспейді. Барынша айырбастамауға тырысу керек. Әйтпесе позициямыз өте қиын болуы мүмкін. Мүмкіндігінше қателерін пайдалануға тырысаңыз. Так, өте тамаша ойнауда. Салт ойнаймыз, амал жоқ. Жақсы. Өте қызық болып жатыр. Так, не істейміз? Ойлану керек, оңай емес. Так, А5 ойнауда. А5 ойнауда. Жарайды, аламыз. Алай берсін. Қорқпаймыз еш нәрседен. Так, королімізді алып кетейік. Так. Королімізді алып кетейік. Біз не істей аламыз? Давайте. Ферзь c8 ойнайық. E5 дейді. Өте тамаша. Так. Стап қойдық, Стап қойдық. Ладно, конь h5. Конь h5. Да. Так. Әзірге осылай ойнаймыз. Шах.
Артқа қарай қайтамыз, амал жоқ. Так. Достар, лайк басып отырамыз, лайк. Так, не істеймін дейді. Бір шақ берейік. Өрескел қателіктер кетіп жатыр, өте тамаша. Так, алып алайық. Бай. Кеттік. Шабуылға. Так, достар, 1 минут қалды. Өте қауіпті позиция. Так, қатені пайдалану керек бізге қарсыластың. Шақ береміз. Алып аламыз. Так, ферзге шығармайым дейді. Жарайды. Мүмкіндік бердім, алмады. Онда артқа қайтамыз. Вау. Күтпеген жағдай. Так. Өте ауыр позиция. Естейміз. Жарайды, алдыға қарай кеттік. Так, бір шақ берейік. Қорықпаймын дейді. Жарайды, ферзіміз жақындайық. Масқара қауіп төндірейік. 29 секунд қалды, тездетуіміз керек. Қарсыластың миын ашытуға тырысамыз, максималды. Шақ! Есть! И мат, достар! Осылай екі ладиясыз. Керемет! Ұнаса лайк басуды ұмытпаңдар. Керемет ойын болды. Әлде де жаттығамыз. Асығыз. Асықпау керек.